Қайырлы күн баршаға. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте оңай әрі тез дайындалатын сергітетін лимонадтың рецептін ұсынбақпын. Екі түрлі лимонад жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға құлпынай мен лимонды салып аламыз. Жалпы жапырақтарын ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Және де бір қолымыздың алақанына жалпы жапырақтарын жинап, екінші қолымызбен шапалақтаймыз. Сол кезде жалпыздың, яғни мятаның иісі ұзаққа дейін шығып тұратын болады. Бұл арнайы лимонад дайындаушылардың әдісі болып табылады. Лимонадқа түс беріп тұру үшін мен құлпынайды блендерден өткізіп алып қостым. Супермаркеттерде арнайы сироптар сатылады, оларды да қосуға болады. Дәм беріп тұру үшін алдын ала сахарный сиропты дайындап алып қостым. Егер де сіздер супермаркеттің құлпынайлы сиропын қоссаңыздар, онда сахарный сироп қосып қажет емес. Екінші ыдысымызға тек қана лимон және де жалпызды салып, үстіне дәміне қарай сахарный сироп қосамыз. Лимонадтардың үстіне 4-5 кубиктан мұз салып шығамыз. Одан кейін газдалған суды қосамыз. Кейбір жағдайларда спрайтты да қосып жатады. Қалауыңыз бойынша дәміне қарай қоссаңыздар болады. Газдалған суды қосып болғаннан кейін міндетті түрде қасықпен бір рет араластырып аламыз. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғыс білдіремін. Сіздермен болған Ұлжанат Абайқызы.